Баршаңызға сәлем. Менің арнама жазылып қолдау көрсетіп отырсыздар. Әңгіме тәуекел той. Аталас ағайын Төкеннің үйіне Керімқұл жетіп келді. Жүрісі алқын-жұлқын, терлеп кетіпті. Байғұс-ау, тыныштық па, әлде қатын ұл тапты ма? Деді төсекте сырқаттанып жатқан Төкен. Ұлды таба-таба қартайды ғой, енді сол ұлдарының үлкенін үйлендірмекшімін. Әй, әлгі Нүрекең бе? Ол әлі студент емес пе еді? Студенттің шыбығы сыздамай ма екен? Оның ішінде отабайсы деген қазір 20-ға келді. Ағайын ойланып қалды. Өзінің әкесі Жарықтық Құтбекті баяғыда 13-дағы үйлендірген екен. Есейбай, мына Керімқұлдың әкесі Қарағұл мен Есейбай бір атадан Тоқсанбайдан туған. Мұныкі де дұрыс-ау деп қойды ішінен ағайыны. Адам бейшараның ғұмыры қысқа. 100-ге келсе де аз ғой. Қарға екеш қарға да 100 жыл жасайды екен. Мен ботақаным 30-ға таяды. Әлі бойдақ. Жоқ, бұл Керімқұлдікі да дұрыс бір жағынан. Тойды қайда өткізбексің, үйіңде ме? Жоқ, деді Керімқұл шоқпа салғана шошып кетіп. Үйге кім сияды? Мен 500 адам шақырамын. Не дейді? Жайшылықта сабырлы Төкен жастан басын көтеріп алды. 500 ағайын, жекжатты қайдан таптың? Таптым, мына жағы Жасылкент, мына жағы Мәуелі. Сен сияқты үйде омал отырып алмаймын. Облысты аралап жүріп ағайын, құда, жекжат бәрін таптым. Тоқсанбай бабамыздың тараған үрім-бұтақтың өзін 100-ден асады. Біз өңіп өскен тұқымыз ғой. Енді сол үрдісті әрі қарай дамыта беру керек емес пе? Әрі десе той шашырап кеткен туыстың басын біріктіреді. Төке, бұл той деген дәнекері біле білсең. Байғұс-ау, қарға тамырлары қазақта не көп, жекжат көп, санай берсең 1000-нан асады. Маған десең 1000 адам шақыр, бірақ ақшаны қайдан табасың? Әлде баяғы Есейбайдың қыршыны тауына тығып кеткен алтын тауып алдың ба деп Төкен күйіне бастады. Күйінбей қайтеді. 500 адам ең кемі екеу арадан бір бөтелке арақ ішеді. Басқа ішіп-жемін айтпағанда. 500-іңе сонда шамамен 250 бөтелке арақ шарап керек. Бұлай өз есебін шығардың ба? Калькулятор деген болады. Ой, Төкай, деді Керімқұл сасырдың сояуындай қолын бір-ақ сілтеді. 500 адам әрқайсысы ең құрғанда 5000-нан теңге келмей ме? Қайта менің есебім бойынша ресторанның төлемінен артылып өз қалтамда қалады. Ау, сонда сол тойға шақыратын ағайынның бәрі бай деп ойлайсың ба? Керімқұлдың сояудай сидай қолдары ермеңдеп кетті. Құрықтай мойнынан тамыр білеуленіп. Байы да бар, бақуаттысы да бар. Сорлы емес. Мысалы, ана Жасылкенттегі Жеңіскүлді ал, 3 баласы 3 фирманы ұстайды. Бір келіні банкир. Жеңіскүл өзіміздің жең қарындасымыз ғой. Жақында Лондонға барып қайтты. Меккеге қажылыққа барып келген. Ол үшін $1000 пішту шемішке шаққан құрлы емес. Соның өзі-ақ ресторанның жартысы ақысын атқарады, деп екіленіп барып әрең тоқтады. 1-2 жас үлкендігі бар майдангер немере ағасы Төкен қатты ойланып, басын ұстап отырып, қайдам, деді. Қай ресторанды алмақшысың? Қай ресторан болушы еді? Аспантау, қаладағы ең мықтысы сол. Төкен басын шайқады. Зеңбірек көшесіндегі Аспантау ресторанын шаһарға көрік беріп, шырайын кіргізіп тұратын бірегей ғимарат. Алды-арты зипа терек жасыл шырша, кемеліне келген раушан гүлдің қош иісінен батыс айналып, ішпей-жемей масаң тартқызғандай іргесінен Талас өзенінің бір саласы ағып жатыр. Өзенді жағалай тігілген қызыл-жасыл шатырлардың астында сыра ішіп кекіріп отырған адамдар, сексеуілдің шоғына қақталған кәуіптің иісінен сілекейің шұбырғандай. Күндізгі ыстықтың аптабы қайтып өзеннен жаныңды жай тапқызар деп ескенде алғашқы қонақтар келе бастады. Тидаң бойлы сіріңке қоңыр реңді бурыл шашты Керімқұл ақ костюм, ақ көйлек, қара галстук тағып алып, егде тартқан жасына қарамай ұшқыр аттай лыпылдап, жайраңдап, құрметті меймандардың алдынан шығып, аймаласып, құшақтасып, құрмет көрсетіп ақ жүр. Кейбір сәтті өзен жағасында кәуіп пісірген жерді торып, әркімнің аузынан жаутаң-жаутаң қарап, құйрығын бұлғаңдатып, көздері мөлей қалатын, өмір бүйірі томпаймайтын, сұрғылт сидаң қаншықты көзге елестеткендей, құшақтасып құтты болсын айтқан адамдардың болар-болмас көз қараспен әлден әдем еткендей кейпі бар. Алыстан ассалаумағалейкум деген дауыстай сәлемдесіп ақсаңдай басқан майдангер жездесі Төрегелді келді. Той құтты болсын, Керімқұл шырағым. Керімқұл екеуі төс түйістіріп ұзақ құшақтасты. Жездесінің ішкі төс қалтасы томпақтау екен. Керімқұлдың бүйрегі бүлк етіп, мол дүниеден дәметіп қалды. Жездесі бір қолымен бурыл шоқша сақалын сипалап, бір қолын ішкі қалтасына салды. Шырағым, Керімқұл, жаман жездеңнің тойына қосқан осы. Сенен аярым жоқ. Пенсионердің бергенін азырқанбассың. Осыны айтып, Төрекен күршіңдеу томпақ конвертті Керімқұлдың қойнына сүңгітіп жіберді. Риза болған Керімқұл қаншырдай шағын шалды құшарлана құшақтады. Жанашырдың жақсылығы осындайда сыналады жездеке. Баяғыда әпкемді қалың малсыз алып кетіп едің, мына бергенің соның есесі ғой деймін деп Керімқұл жездесін қақыта күліп алды. Оның рас,
ел мойнында қыларқан шірімес деуші еді. Мойнымдағы қарызымнан құтылдым-ау деймін. Енді риза шығарсың, әпкеңнің қалыңын енді дауламассың. Қаншырдай қара шал қутыңдай күліп аяғын сылти басып басқа кісілерге қарай бұрылды. Қазақтың тойы әзіл қалжыңмен жарасымды. Қонақтардың алды сол қалжың көркімен қауқылдасып, өзен жағалай өскен сүмбіл шаш сәмбі талдың көлегесі топтана бастады. Алла көңіл Керімқұл жездесі беріп кеткен конверттің ішінде қанша барын білмей, білгісі келіп қипақтап жүр, көзінше ашып қарай алмай, оңаша шығып та кете алмай тыпырши берді. Таластан білініп аққан ботанына су сылқ күлді. Жақындағы жаттан біраз дәмесі бар еді, бірақ бұл қаланың қақ-тұяқтары биттің қабығындай биялай тоқыған әккілер жарытпады. Көбісі бір уыс гүл ұстап келді. Ата дәстүрін білмеген албастылар, деді ішінен Керімқұл. Қай қазақ бұрын тойға гүл ұстап келуші еді? Гүл дегеннің кәдімгі шөп, аш сиырға болмаса мұндайды малда жемейді. Бірер күннен кейін өрт жалғандай бүрісіп қарайып қурап қалады. Көп қабатты үйден шығарып қоқысқа тастап құр бекер әуре боласың. Сөйтіп сырты бүтін, іші түтін болып тұрғанда ресторанның алдынан шаң-шаң болып бір грузовик тоқтады. Шофердің қасынан қоңқақ мұрын, тыртық тақырбас, балуан тақтілес күржиген біреу түсіп шоферға «Кузовты аш» деді екпіндей сөйлеп. Шофер кузовтан төрт аяғы шаңдаулы бір қойды түсіріп жатқанда әлгі дәу Керімқұлды бас салып құшақтап құтты болсын айтты. Бұл сонау ойпаң белдеген нағашы Сарыбай Көкпаршы еді. Керімқұл дәудің құшағынан тұншық бара жатты. Дәу терлеген екен. Теке сасықтан демі тартылып, мұрнының басайын десе қолы босамай пұшайман болды. Ақ костюмге қара майы жоқ қалғандай, «Нағашы босат енді» деп бұлқынды. «Ой, жиен, тойың құтты болсын. Сенен емді аяйын, тойыңа құнан қой әкелдім, қабыл ал» деді күркіреді Сарыбай. Құйрықты қазақ қой екен. Керімқұл ішінен 10 мың болып қалар деп есепке салды. Ораза кезі болса, бағасы одан да жоғары көтерілер еді, бірақ ораза әлі алыста. Керімқұлдың ішінде зығар, іші үлдейді. Шақпақтың боранындай. Жұрт алдында көңілді көрінген болады, бірақ көңіл түскірі алсапыран, тыпырши береді. Адамдар оның өзіне алақұйын алыпқаш мінезіне балап қойды. Қаланың шетінде тұратын базаршы Күләй қарындасы қазақбайшылап легін көтеріп келіпті. Онысын бірер уыс өрік мейіз, бірер уыс бауырсақ, бірер уыс арзан кәмпит. Осыларды да бауыр жанашыр дейді деп күйінді Керімқұл. Атаңа нәлет саудагер, жұмыртқадан жөн қырқан иттер. Бұлардың туысқан деп несе шақырдым. Ендігі үміті, ендігі зарға өткен Жеңіскүл. Жатылкенттен жеткенше бір шамалы шер кешігіп жатқан шығар. Керімқұл кешкі аспанға қарады. Қаланың аспаны тозаңданып сұрғылт тартып тұр екен. Аспаннан ақ періште бейнесінде Жеңіскүл ұшып келіп той тобына топ етіп түсіп қалатындай, аспаннан алтын жаңбыр жауатындай жаутаң қарады. Керімқұлдың ауылынан шыққан әнші облыстық филармонияның артисі аталас болып келетін Сәттібек серіні той иесі тамада боласын деп шақырған. Балдырақтау бақа көз бұйрабат Сәттек сері Керімқұлға қонақтар тұрып қалды. «Бастаймыз ба көке?» деп сыбырлады. Керімқұл оны танымай қалғандай бір түрлі таңдана қарап, бар лезде есін жиып, «Кісілер келіп болған жоқ, сен әлі ән салып домбыра тартып жұртты алдаңқырата тұр» деді. «Көке, өзіңіз айтқан соң екі әнші ертіп келіп едім, әрине, ақысын жемейсіз ғой». Күйіп тұрған Керімқұл миды ашытпай қоя тұршы деп тағы аспанға қарады. Аспаннан алтын артып келе жатқан керуен көрінбейді. Керімқұл мына кешкі қапырықтың өзіне жаурағандай қалтырай бастады. Той емес әлдекімнің жаназасын шығарып жатқандай түтігіп кетті. Бірер конверт түскен қалтасын сипалай берді. Ол конверттердің ішінде қанша ақша жатқан белгісіз. Жұрттың көзінше санай алмайсың ғой. Былайырақ шығып туалетке кетіп санай алайын десе оның ретін таппады. Санағанда алтын мен күміске қолы малына қалмайтынын көңіл түскір сезеді. Жездесі берген томпақ конвертті болмаса қырғыздан темекі тасып, соны сақандап сатып жүрген майда саудагерлерде қайбір ақша таба болады дейсің. Бұл заман сигарет заманы. Баяғыдай газет қорап шылым тартатындар да бар дейсің бе? Сигаретке қанбайтындар болмаса. Су бойында бақалар бақылдай бастады. Олардың бақылдағаны әлдекімдердің сақылдап күлген сияқты болып естіледі. Даладан бақалар да безіп кетіп қалаға келген бе? Несі бар мұнда? Ауылдағылар қалаға қарай ағылып жатыр. Олардікі бәлкім жөн шығар. Ал бақаға не жоқ? Оларға да жұмыс табылмай қалған ба? Әне, ана бір бала жүр, адамдарды жағалап, шаш өсіп кеткен, сірә 3-4 сыныптың баласы ау. Үсті басы подвалда түнеп шыққандай мыж-мыж. Әркім сол баланың өзіндей мыж-мыж болып, жыртық-жыртық 3 теңгелікпен 5 теңгелік бірдеңелерді берген болады да, әлгі көзі мөлтиген міскінге тура қарауға шыдамай теріс айналып кетеді. Жас баласы қайыр сұраған елдің тойы да жарымсыз шығар.
жарасымсыз шығар. Бала Керімқұлға жақындап келді. Той иесі екен қайдан білсін, шырттай ақ киінген соң бардан мырза деп қалған шығар. Үні шықпай, ерні ғана жыбырлап, алақан ашып та жаймай, алақанға салғанда түсіріп алатындай қолын қусыра созған күйіп тұрған Керімқұл кет айда деп бұрылып кетті. Шырыштай болып тап-таза киінген үлкен кісі мынандай сөйлекке сөйлесімедін естимін деп ойламаған бала жүрегіне қалмақтың оғы тигендей қатты назаланып қалды. Қайыршы болма, қайыршы болсаң арсыз бол. Мың түрлі адам бар, мың түрлі мінез бар. Соның сорақыларына мән бере берсең, жауқазыңнан жайрайсың. Бала көші бойындағы зипа терекке арқасын тіреп жүрелеп отыра кетті. Әлгі жекуді көтере алмай қалды. Әлдекім тұмсығынан тепкендей, күшіктей ішінен қыңсылады. Дәл осы сәтте алдарты жарқылдаған, пошымы бөтен өңкиген бір машина келіп тура қайыршы баланың қасына тоқтай қалды. Сөйтсе бұл көлікті джип деп атайды екен. Шомбыл шопыр қарғып түсіп, асыға басып артқы есікті ашты. Ай мен күндей жарқ етіп, ар жақтан бір әйел алтын білезікке білегі толы қолын соза беріп еді. Шомбар шопыр қап-қара қолымен алтындаған ақ білектен ұстап, әлгі ханымды сүйемелдеп жерге түсірді. Керімқұл мойнына іштей алабұршақ салып, Алладан тілеген жеңіс күлесі еді. Көк терекке сүйеніп, бүкіл әлемді жек көріп отырған қайыршы бала орнынан атып тұрды. Жеңіскүлдің жүрегінің тұсынан құлпырма күн шыққандай әлдене жарқ ете қалды. Оның не екенін бала түсінген жоқ, тек көзі қарыққандай болды. Жеңіскүл табанын жерге тигізерін не тигізбесін білмей, перламутр туфлиінің көшесімен ғана тұрып қалды. Қасиетті Әулие-атаның көшелері күнде сыпырыла бермейді ғой, сәл шаң топырақтау еді. Әттең, Керімқұлдың есіне келмеген-ай, әйтпесе Жеңіскүлдің жолына кілем төсеп тастау керек еді ғой. Керімқұлдың сидаң сирағы шегірткенің серпіндей ыршып кетіп, жиен қыздың қасына бірақ қарғып жетті. Бара бас-сала құшақтап, жиеннің бетінен ары да сүйді, бері де сүйді. Жеңіскүл қанша қарсыласса да болмай өліп кетердей өңмеңдеді. Шіркінде сезім болсашы, өзінше жағынамын дегені. Оны Жеңіскүл жақтырмайды, өйткені Жасылкенттің арулар залында 3 сағат отырып жазатқан прическасы, макияжы құрыды ғой. Сілекейден беті айран жаққандай айғыз-айғыз болып қалды. Керімқұлдың арынын әрең барып, неменен ағаш тегі, жүда сағынып қалғансыз ба, деді жыламсырап. Тойыңыз құтты болсын, тойыңызға қосқан скромный тарту деп, туфли түстес перламутр сөмкеден бір конверт алып нағашысына ұстата берді. Құтылдым ба, құтылмадым ба дегендей бұрылып ала жөнелді. Керімқұлдың кеудесінде күдік кірді. Конверт жұқа, скромный деп жиен қызы өзі айтты. Соңғы үміт осы жиен қыза болатын. Әлде доллар шығар деп жуатты өзін. Әрине доллар. Жеңіскүл теңгеден не алсын? Доллардың қағазы жұқа, бағасы қалың. Шымалдай жұрттың көзінше конверт ашып қарай алмай, көзімен көріп қолымен ұстап, саусақпен шырлатып санай алмай, көңілі сенбей қатты қиналды. Туалетке кіріп кетіп санамаққа тағы батылы бармады. Әлгінде қана Керімқұл Жеңіскүлді құшақтап, құшып сүйген жерге қайыршы баланың көзі қайта-қайта түсіп еді. Көзін шағылыстырып, әлдене тағы жарқ еткендей болды. Талдың түбінен былай шығып, сол жарқылдаққа жақындады. Бұл кезде той бастаушы айғайлап жұртты ресторанның ішіне шақырған. Бала барып топыраққа шала батып жатқан әлгі жылтырауықты алып алақанына салып көрді. Жеңімен шаң топырағын сүртті. Алақанын күн күлгендей болды. Алуаға барып берейін деп қалтасына сала салды. Алуа қарындас еді. Өзі сияқты киімі жоқтан мектепке де бара алмай қалған. Шешесі екеуі бүгін базар жаққа кеткен. Сірә Алуа да базарда әркімге алақан жайып жүрген шығар. Қайыршы қызға әсем таңа не керек деп бала судың жағасына ақсақ иттің қасына тұрып, қалтасындағы жылтырақ затты өзенге лақтырып жібергісі де келді. Алуаның кір-кір жамау көйлегінде жараспайтын да шығар. Қалтасынан шығарып күнге тосып, қасындағы ақсақ иттің көзіне шағылыстырды. Ит шошып түсіп, шойқаңдай басып әрірек барып отырды. Итке қауыртасын керегі не? Оның да анау кәуап сыра семіріп отырғандар бір түйе ет лақтырса, сол олжа. Кәуап шайнап отырғандарға мөлие қарайды. Қаңғыбас иттің көзінде адам түбіне жетпес тұңғиық терең мұң болады. Той қыза бастаған тұста алғаштардың бір саналып Жеңіскүлге сөз берілді. Алғашқылардың бірі саналып Жеңіскүлге сөз берілді. Тойбасыда құйқылжыттау, тіпті құяннан бері асыл затты ақсүйек тектілердің тұяғы ай мен күндей ажарлы, жүрген жері құт береке базарылы, қазақ әйелдерінің эталоны десе де болғандай, Жеңіскүл ханымға сөз кезегін аса бір құрметпен ұсынамын. Мұндай қолпаштаудан кейін жиналған жұрт бәрі де Жеңіскүлге жаппай қол шапалақтап,
бәрі де соның аузынан алтын төгілгендей сілтие тынып назар аударды. Мұндай мол ықыластыққа масаттанған Жеңіскүл өзіне қадалған сол көздері құлағындағы, мойнындағы, омырауындағы меруерт лағыл гауһар тастармен қарықтырмақ болып жан-жағына қарады. Жайшылықтағы гу-гу әңгіме, абыр-сабыр, қимыл-жүріс, тұрыс-сап тиылды. Шымылдық тұтылған төрдегі жасшыбайлар орындарынан атып түрегеліп, генерал көрген солдаттай қалышия қалды. Жеңіскүл ән салатын халықаралық артистеріндей алтын гауһар жарқыраған жұдырығын аузына тақап бір жөтеңкіреп алды да тарғыл-тарғыл ащы дауыспен сөз бастады. Жампең деген тамада микрофонын аузына тосты. Ардақты нағашым Керімқұл, деді Жеңіскүл тамағын тағы да кенеп. Менің аяулы анам Әсемгүлдің ағасы. Осы арада дауысы дірілдеп бара жатты. Анам тірі болғанда осы тойға өз қатысатын еді-ау деп барып, жарқ-жұрқ еткен шағын сөмкеден аппақ бәтес орамалын алып, көзін сүрткендей болды. Оған сол қимылдан бетіне қалың жағылған опа омырауына түсіп жұғып қалғандай көрінді ме, әлгі орамалмен кеудесін сүрте беріп, мелшиді де қалды. Сөйлей алмайды. Кенет тілі күрмелгендей албыраған ақсары жүзі қуғылданып, боп-боз болып, тіпті көкестеніп бара жатқандай көрінді. Жан-жағындағы қарсы алдында отырғанда бүкіл зар үрпиісіп не болғанын біле алмайды ал. Жеңіскүл омырауын қайта-қайта сипалай берді. Еденге қарады. Одан үңіліп столдың астына қарады. Одан микрофон ұстап мелшиіп тұрған тамадаға қарады. Көк жасыл сары көздері зәрленіп, сен алған жоқсың ба деп зірк етті. Ана байқұс сасқалақтап, ойбай апай, нені деп тамаша ыршып түсті. Мына омырауымдағы бриллиант тананы. Ойбай апай, не деп тұрсыз? Тана көрсем мені тана тұрмақ өгіз ұрсын. Жаңа маған микрофон ұсынғанда қолың омырауыма тиіп кеткендей болған. Тана деп тұрғаныңыз не тана ол? Бриллиантовые подвески на 50 000 долларов, ақымақ. Көк жасыл сары көздері енді ақшиып бара жатты. Тамада шын сескеніп кейін шегінді. Ұстаңдар ананы, нағаш ана сұмырай қашып кетпесін деп баж-баж етті Жеңіскүл. Тойдағы жұрт орындарынан өре түрегелді. Керімқұл жан ұшырып не қыларын білмей тозақтың отына түсіп кеткендей, әй жетпегір, алсаң бере ғой, әншейін ойнап алған шығарсың, деді тамадаға. Ау көке, не деп тұрсың, не қылған бірләт, мә қара, тінт, деп тамада екі қолын екі жаққа жайып жіберді. Сонда Жеңіскүлдің қарсы алдында отырған жуынтық қазақы қара кемпір: ау Жеңіскүл қарағым, мен бағанадан бері сенің шашыңдағы, құлағыңдағы, мойныңдағы, білегіңдегі, саусақтарындағы алтын гауһарларының бәрін сан қайтара санап шықтым. Екі көзім сенде, бірақ омырауынан гауһар тана көрген жоқпын. Көрсем оны да қызықтар едім ғой, деді. Салиқалы кемпірдің сөзі салмақты шықты. Тойдан той көріп жүріп, мұндай концерт көрген жоқпын деп қарқылдады әлдекім. Жұрттың бәрі үстелдерінен зіл қара тас түскендей қауқылдасып, күлісіп, орындарынан қайыра жайғаса берейін деп еді. Жеңіскүл қайта қозды, үні тарғылданып. Өй нағашы, деді, орнынан былай шығып, Керімқұлға қарай кетіп бара жатып, артына қайта-қайта бұрып, орындықтың арқағына іліп қойған перламутр сөмкесін ала салып, Керімқұлға ымдап сыртқа шық дегендей ишара жасады. Ресторанның дәлінде шыға бере, нағашы, мен сізді жұрт көзінше ұтпайын дедім. Тойыңыздың шырқы бұзылмасын десеңіз беріңіз, деп қатқыл бұйыра сөйледі. Керімқұлдың көзі шарасынан шыға жаздады. Нені байғұс-ау? Нені? Бриллиант тананы? Шырағым, шықылықтап тұрсың ба? Бриллиант дегенді бәлені қашан беріп едің маған? Жаңа мен машинадан түскенде мен неге құшырланып құшақтат десем, омырауымдағы тананы алып қойған екенсің ғой. Бере ғой енді, мен ешкімге айтпай-ақ қояйын. Керімқұл недерін білмей тілі байланып мелшиді де қалды. Бұл кезде жұрт ошарланып қалмасын деп тамада жігіт анекдот соқты. Бір өзбек, бір орыс, бір қазақ болыпты. Үшеуі де арманшыл екен. Өзбек шіркін айға барып базар ашсам дейді. Орыс орасан арақ зауытым болса деп армандайды. Қазақ әйелі мол тауып шілдехана тойын жасасам, одан сәл өте бере бесік тойын жасасам, одан өте бере тұсаукесер тойын болса, одан өте бере сүндет тойын дүркіретсем, одан өте бере мектепте барған тойын, мектеп бітірген тойын, академияға түскен тойын, оны бітірген тойын өткізсем, содан соң үйлену тойын 500 адам шақырып шуылдатсам, не керек? Қазақтың арман той. Жиналғандар қотыраш қана қол шапалақтады. Әлден уақытта кейін Керімқұлға тіл бітіп, мүмкін сен машинадан шыға бергенде мен сені нетіп құшақтаған жерге түсіп қалған шығар, деді. Жеңіскүлдің шатынап тұрған тарғыл көзінен үміт оты жылт етіп, жүр онда қарайық деп есікке беттеді. Дала күңгіртеніп іңір сөніп бара жатқан кез екен. Қаланың көшелері қап-қараңғы. Ресторанның алдында ілінген жалғыз шамның жарығы бозалаң. Ал өзен бойындағы сырахана әлі гүлдеп тұр. Балалар той тойлағандай, басқалар да той тойлағандай мәз-мәйрам. Олардың бриллиант жоқ, сондықтан жанжал да жоқ, рақат теңізде кезек-кезек ән салады. Алау егім қараңғыда не іздеп мандырарсың,
нағашы жиен бірімен-бірі сағынысса көріскен жерді Жеңіскүл перламутр седап туфлинің істік тұмсығымен ары түрткіледі, бері түрткіледі. Седап туфли әбден шаң топырақ болды. Жеңіскүл оны да елеген жоқ. Бриллиант табылса туфли садақа, оның тұмсығымен кеніш қазылады пейіл. Жандарынан сержант погонды милиционер келді. Не іздеп жүрсіздер? Бағана осы жерге бриллиант танам түсіп қалыпты, деді Жеңіскүл омырауындағы тананың орнын сипалап тұрып, жыламсырап. Неге екенін кім білсін, оған милиционер мейірімді періштедей көрінді. Бағана болған қай сағатта, деп милиционер уақыт дәлдігін талап етті. Сағат кешкі 8-ден өте бере, сөзге араласты Керімқұл. Одан бері бұл жерден сан сапалақ адам өтті. Бәрі соқыр емес қой. Айналайын, өзің бір иманды бала екенсің, көмектесіп жүрші жаным, деп Жеңіскүл әлгінде жатта кеп жалбарындау дейсің. Ау, өзіңіз қызық екенсіз, сонда мен қайдан іздемекпін? Мүмкін мына тойға келгендердің біреуі алған шығар. Онда қайтеміз, тойға тарқамай тұрғанда солардан сіз сұрап, нетіп, тергеп, тінтіп, деп күмілжіді Жеңіскүл. Не деп кеттің ойбай, деп Керімқұл баж ете қалды. Тойға шақырылған қонақтардың Керімқұл милиция шақырып тінткізіпті деген масқараға қалдырмақшысың ба мені? Бұл кезде қонақтар біртіндеп сыртқа шыға бастаған. Оларды алдырақтап анекдот айтып, артистерге ән салдырып, жұртты ұстап тұруға тырысқан тамаданың жандалбасынан да ештеңе шықпады. Жұрт тарай бастады. Керімқұлдың ау ағайын, бұларың қалай шыдай тұрмадыңдар ма? Қазір қыздырамыз, той қызығы алда, деп әркім мана бір шығып елпеңдеген де ешкімді тоқтата алмады. Басқа ешбір тойда болмаған қызыққа баттық, рахмет десіп қайырмай кете барды. Тамада келіп Керімқұлға, аға, ана артистер ақы талап етіп жатыр, деп еді. Керімқұл шарт кетті. Ой, артистерінен бақырып жіберді. Ресторанның завзалы келіп, той тез тарқады ғой, бізге де жақсы, қолымыз ерте босайтын болды. Давайте рассчитаемся, деді. Керімқұл амал жоқ ішке кіріп қалталарында конверттерін ақтара бастады. Жездесі берген ең қалың конверт қолына алдымен ілікті. Конверт қамырмен желімдеген екен. Желімді оңай жарата қоймаған соң саңылау тесікке саусағын сұғып кіршең конвертті дар еткізді. Жүрегінің аздаған дәмәкәті бар еді, сол құрғыр шаншып алып артынша сыздап қоя берді. Конверттің іші тола шылым орауға арналған газет қиындылары, ара кідік арасында кілең бір теңгеліктер, бір тілім ақ қағазға. Керімқұл қайным, той құтты болсын, пенсионер шалдың кәсібінен табылған табыс осы, риза бол, жездең төре келді, деген қисық қыңыр жазу оқыды да орнына сылқ етіп отыра кетті.